Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгін дамма, яғни у дыбысымен танысамыз. Әріптің үстінде осы белгі тұрса, ол әріп у болып оқылады. Ал бисмиллах, бастайық. Рузиқа, рузиқа. Улида, улида. Алдыңғы тақырыптар естеріңізге түсіп жатыр ғой, Келесі, кутиба, кутиба. Келесі, узина, узина. Келесі, джуиля, джуиля. Зукира, зукира. На каф әрпі. Байқап тұрсыздар, Келесі, умира, умира. Келесі, ухиза, ухиза. Келесі, бізде ғуфира, ғуфира. Дуриба, дуриба. Хулиқа, хулиқа. На ха әрпі қырылдап оқылады, Хулиқа. Келесі, суиля, суиля. Неқта яй әрпі тұр, байқалмай, сондықтан суиля болып оқылады. Келесі, ясифу, ясифу. Ярису, ярису. Яхабу, яхабу. Ялиду, ялиду. Хумиля, хумиля. Руфи'a, руфи'a. Джуми'a, джуми'a. Уди'a, уди'a. Фахуа, фахуа. Масалу, масалу. Амалу, амалу. Нау мим әрпі, тығылып тұр. Келесі, самаду, самаду. Мим әрпі, мені жаттап алыңыздар. Екі сөзде де осындай белгі. Келесі жолы шатаспай табатын боласыздар, иншалла. Келесі, бізде русулу, русулу. Сулу, су, сулу, су. Кутубу, кутубу. Унуку, унуку. Бүгін дам әрпін аяқтадық. Барлықтарыңызға